Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен үй жағдайындағы күнделікті тамаққа пайдаланатын қияр мен қызанақтан дайын болатын, өте жылдам дайындалатын салатты дайындауды бөлісетін боламыз. Ол үшін бізге 2 дана қияр, 1 дана қызанақ, болгар бұрышы 1 дана, сосын 1 тіс чеснок, укроп және көкжуа қажет болады. Ал енді осылардың бәрін әдемі етіп турайтын боламыз. Ол үшін бізге қиярды былай теңдік етіп, 2-ге бөліп алып, қиғашынан өстіп турайтын боламыз. Қиярымызды турап алдық. Енді осыны әдемі етіп ыдысымызға салып аламыз. Енді қызанағымыз тураймыз. Оны ат жағын алып тастаймыз. Осыны қиғашынан әдемі етіп, салым кетіп турайтын боламыз. Bunu da ыдысымызға салып аламыз. Енді болгар бұрышын тураймыз. Болгар бұрышында қиғаштап, шамалы жұқалау етіп туру қажет. Ол салатқа өте әдемі дәм береді. Сол үшін мен болгар бұрышын қолдандым. Күнделікті тамаққа, қонақ келгенде де ұялмай қоюға болады. Өте әдемі болып көрінеді. Укропымызды мен барлық затты жуып алғанмын. Енді осылай етіп тураймыз. Қаттыларын алып тастаймыз. Сонымен қатар көкжуамызды. Көкжуаны барынша үлкендеу етіп тураған жақсы. Ол салатымызды ыдысқа салған кезде өте әдемі болып тұрады. Сол үшін мен ұзын етіп тураймын. Бәрін саламыз. Укропымызды жуамыз турап алдық. Енді 1 тіс чесногымызды, бұның жартысын ғана. Негізі 1 тіс чеснок жарайды, өйткені менікі чесногым ірілеу болды, сол себепті бұның жартысын ғана салам. Жартысын үкіштен өткізіп алдым. Енді осыған кішкене қара бұрышымызды себелейміз. Көп себіп болмаңыздар, өйткені сосын қап-қара болып, түсуде ыңғайсыз болып кетеді. Тұзымызды шамалы көз мөлшерімен себелейміз. Чесногымызды күштен өткізіп алдық. Енді кішкене шай қасықты толтырмай соя құямыз. Енді осының барлығын бір келкетіп араластыратын боламыз. Ал достар, міне біздің салатымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Енді осыны әдемі тарелкамызға салатын боламыз. Ал достар, міне біздің салатымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Иісі өте күшті. Дәмі де өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің рецептім ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар. Сау болыңыздар, ас болсын.